Кайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін мандариннен ерекше десерт жасап көреміз. Дәмі өте керемет. Міндетті түрде осы видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Алдымен біз осындай форма жасап алуымыз керек. Кольцоға пищевой пленканы жақсылап тартып орап аламыз да осылай түбін жасап алатын боламыз. Енді ары қарай 15 грамм желатинімізге 50 мл су құйып, жақсылап араластырып, бір шетке қоя тұратын боламыз. Енді 400 грамм қаймағымызға 1 грамм ванилин немесе 1 шай қасық ваниль қантын салып, әрі 75 грамм шекерімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Қаймақ пен қантымызды жақсылап араластырып алғаннан кейін, алдын ала дайындап қойған желатинімізді бу моншасына немесе микроволновкаға ерітіп аламыз да сұйықтығымызға қосатын боламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін осы сұйықтықты теңде 2 бөлікке бөліп алатын боламыз. Енді осы сұйықтығымызды алдын ала дайындап алған формамызға бір бөлігін құямыз да жақсылап тегістеп, жайғастырып, бетін жауып тоңазытқышқа 20-25 минутқа қатыруға қойып қоямыз. Ал ендігі кезекте біз мандариновый желеміз дайындаймыз. Ол үшін бізге керегі 15 грамм желатин және 50 мл суымызды құйып, жақсылап араластырып, бір шетке қоя тұрамыз. Ары қарай біз шамасымен 600-700 граммдай мандаринімізді алып, жақсылап осылай қабықтарынан тазартып алатын боламыз. Осылай мандаринімізді тазалатып алғаннан соң блендерімізге салып мандаринді еземіз. Егер блендерлеріңіз болмай жатса, мясорубкадан да мандаринді езіп алсақ болады. Міне осылай барлық мандариндарымызды езіп алғаннан кейін бізге тек қана шырынын алу керек болады. Шырынын осылай ситадан өткізіп, тек қана мандариннің суын сығып алатын боламыз. Міне құрметті көрермен, бізге тек қана осылай шырыны керек болады. Өстіп шырынын алып алғаннан кейін кішірек бір кастрөлімізге шырынды құйып, үстінен қантымызды салып, қантымыз ерігенше жақсылап бір араластырып жіберетін боламыз. Одан кейін осы кастрөлдегі шырынымызды отқа қоятын боламыз. Оттада тұрып осылай біраз қантымыз ерігенше араластырып, бір бұрқ етіп қайнағанша ұстайтын боламыз. Үсті бір бұрқ етіп қайнағаннан кейін біз шырынымызды оттан түсіреміз. Алдын ала дайындап қойған желатинімізді осы ыстықтай шырынымыздың үстіне салатын боламыз. Желатиніміз әбден шырынның ішінде ерігенше жақсылап бір араластыратын боламыз. Осы мандариновый желеміз суығаннан кейін осылай теңде 2 бөлікке бөліп алатын боламыз. Тоңазытқыштан сметана желемізді шығарып, мандариновый желеміздің бір бөлігін үстінен құятын боламыз. Оны да бетін жауып, тоңазытқышқа 15-20 минутқа қойып алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, алдында бірінші жасаған сметана желеміз осылай қатып қалады. Осыны енді бу моншасына немесе микроволновкаға ерітіп алатын боламыз. Тоңазытқыштан мандариновый желемізді шығарып, үстінен екінші бөлік сметана желемізді құйып, бұны да бетін жауып, тоңазытқышқа 15-20 минутқа қойып қатырып алатын боламыз. Міне енді ақырғы кезекте тағы да мандариновый желеміздің екінші бір бөлігін құйып, бетін жауып 15-20 минутқа
қатырып аламыз, немесе десертіміз толықтай қату үшін бір түнге қойып қойсаңыздар болады. Міне құрметті көрермен, біздің сметана мандариновый десертіміз дайын. Енді осыны көріп тұрғандарыңыздай пышақтың көмегіменен формадан босатып алатын боламыз. Әрі пищевой пленкасынан да өстіп десертімізді керісінше аударып, пищевой пленкамыздан да босатып алатын боламыз. Міне құрметті көрермен, осымен десертіміз дайын. Осылай өздеріңіздің фантазияларыңызды құрастырып, басқалайда әрлеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Осылай жұмсақ, аузыңызға салсаңыз еріп кететін, тәттілігі шамалы, балалар жегенде сүйсініп жейтін десертіміз. Жасап көріңіздер, міндетті түрде өкінбейсіздер. Міне құрметті көрермен, бүгінгі видео рецепт сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайктарыңызды басып, қолдау білдіріп қойыңыздар. Бүгінше осы. Сіздермен болған Айгүл Қалиқызы. Келесі жаңа видеомда кездескенше сау саламатта болыңыздар.